Коронавирус есебінен медициналық көмекті қалай алуға болатынын білесіз бе? Алдымен алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың біріне тіркелгеніңізді тексергеніңіз абзал. Бұл жерде клиника немесе емхана медициналық сақтандыру қорымен шарт жасасқан болуы керек. Егер сіз емханаға тіркелмеген болсаңыз, оған міндетті түрде уақыт бөліңіз. Себебі онсыз дәрігердің қабылдауына, диагностика өтуге, медициналық көмектің өзге де түрлеріне жолдама ала алмайсыз. Екіншіден, емханаға жоспарлы бармас бұрын алдымен терапевтке жазылуды ұмытпаңыз. Мұны мобильді қосымша немесе сіздің қалаңыздағы бірыңғай байланыс орталығы, сондай-ақ емханаңыздың кол орталығы арқылы жасай аласыз. Талонды алу үшін қабылдауға ертерек келгеніңіз дұрыс. Айта кету керек, әр қалалық емханада электронды кезектер жұмыс істейді. Үшіншіден, учаскелік дәрігер сізге негізгі немесе кеңейтілген талдаулар тізіміне жолдама береді. Қажет болған жағдайда диагностикалық тексеруге немесе денсаулығыңыздың жай-күйін бағалау үшін бейінді маманға жолдама береді. Бұл үшін өз қалтаңыздан төлеудің қажеті жоқ. Зерттеулерге немесе бейінді мамандарға жолдама медициналық көрсетілімдер болған жағдайда ғана беріледі.